Армысыздар, YouTube арнасының көрермендері. Өздеріңіз көріп отырған видеоның басында мұғалімдер күннің, айдың, жұлдыздың, бұлттың, тамшының суретімен жазуы бар қағаз қиындыларынан бір-бірден алды. Содан кейін күн бір топ, ай бір топ, жұлдыз бір топ, бұлт бір топ, тамшы бір топ болып жиналып отырды. Енді әр шағын топ өздерінің тобының атауына сәйкес, яғни мәтінінде сол сөз кездесетін өлеңнің бір шумағымен қайырмасын айту керек. Қазір олар дайындық үстінде. Бізде көп кезде ескеріле бермейтін бір нәрсе бар. Ол біздің ұйымдастырып отырған шараларымыздың көңіл күйге жағымды әсер ететін қызықты болуы. Сабақ, ұйымдастырылған оқу қызметі, семинар, коучинг, ата-аналар жиналысы, басқа да шараларды қатысушылар жақсы көңіл күйде отыратындай етіп ұйымдастырған дұрыс. Бұрын оқу тәрбие процесіне қатысты шаралар, басқа да жиналыстар қатаң атмосферада өткізілетін. Ең дұрыс нұсқа сол деп ойлайтынбыз. Тәуелсіздік алғаннан кейін кезеңде елімізде мүмкіндік көбейді. Бұрын жабық болған есіктер ашылды. Басқа, әсіресе өркениетті ел қалай тәрбиелеп, қалай оқытып жатыр екен, шараларды өткізуде қандай ерекшеліктер бар екен деген мәселелерге назар аударғанда өзімізге көп жаңа нәрсе таптық. Соның бірі сабақ процесінде, мекемелерде өткізілетін түрлі шаралар кезінде жағымды атмосфера жасауға, онымен қоса ортада қарым-қатынастың жақсаруына, әлеуметтену процесінің жақсы жүруіне үнемі назар аударып отыру. Өздеріңіз көріп отырған видеода қағаз қиындыларына суреті де қойылған. Сол табиғатқа қатысты атау да жазылған. Сіз тек суреті қойылған нұсқасын қолдансаңыз да болады. Өз еркіңіз. Ал егер аяқ астынан суреті табылмай жатса, немесе оны принтерден шығарып тарататындай мүмкіндік болмай жатса, қағазға тек атауын ғана жазып қиып таратса да болады. Бүгін сондай әдістердің бірін деңгейлі бағдарлама курсы тыңдаушыларының қалай қолданғанын көреміз. Біз сіздерге күн туралы тамаша ән ұсынамыз. Әрқашан аспанымыз жарық, осы күнде жарқырап жүре берейік деген мақсатта айтамыз. Авторлары? Авторы 4 адам. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, басында болсын мама, болайын мен даман. Соңғы жылдар өткізілген деңгейлі жаңартылған бағдарлама курстарында біліктіліктерін арттырушылар жаңа әдістерді алдымен өздері қолданып, бәрін өз бастарынан өткеріп көреді. Сондықтан үлкен адамдар балалардың әндерін айтып тұрған несі, немесе бұлай ән айту не керек деген сұрақ тумау керек. Келесі жұлдыз тобының орындауындағы әнді көреміз. Тапсырма бойынша сол сөз бар әннің бір шумағымен қайырмасын айтып шығу керек. Күнге шаттанамын, қайтейін себіреніп жатса жаным, ағарып атса таңға қимаймын, шалғанға жалғыз сыймаймын. Болды. Жұлдыз ба сіздердікі? Иә. Жақсы, рахмет. Бұл әдісті ауа райы, табиғат құбылыстары, тағы басқа да тақырыптарға, әнге, музыкаға, жыл мезгілдеріне қатысты сабақтарда қолдансаңыз, сабақ мазмұнымен үндесіп, тіпті тамаша болып кетеді. Мерекелерде, конкурстарда қолдануға болады. Сонымен қатар қазақ, орыс, ағылшын тілі сабақтарында, курстарында тіпті тиімді. Жаңа сөз есінде қалады, орфоэпиялық норманы жетілдіруге де көмектеседі. Қазір бұлт тобы әнді орыс тілінде айтады. Облака, белокрылые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, свысока, а по небу прокатите нас, облака. Осы әдіс бойынша жұмысымызды ары қарата жалғастырамыз. Ендігі әңгімеміз түстер бойынша топтасу және сол түске сәйкес ән айту туралы болады.
Қатысушылар жасыл, сары, көк, қызыл, ақ түсті қағаз қиындылары бойынша шағын топтарға топтастырылады. Шағын топ деп 3 адамнан 8 адамға дейінгі құрамдағы топты айтамыз. Топтастыру мақсатында өздеріңіз көріп отырғандай, түрлі түсті қағаз қиындыларын да, пластмасс пішіндерді де, стикерлерді де қолдануға болады. Бір рет жасап алсаңыз, конвертке салып, ресурстарыңызға қосып қоясыз, кейін керек кезінде қайталап қолдана бересіз. Түс атаулары бойынша бір топқа жиналып отырғаннан кейінгі тапсырма мәтінінде сол сөзі бар өлеңнің бір шумағымен қайырмасын айту. Бұл әдіс арқылы қарым-қатынас жақсарады, командада жұмыс істеу дағдылары жетіледі, көңіл күйлері көтеріледі, сөз қорлары көбейеді, шығармашылықтар артады. Кейбір балалар мен студенттерде кездесетін көпшіліктің алдына шығудағы психологиялық кедергіні жоюға ықпал етеді. Бала ашылады, стресс азаяды, сыни тұрғыда ойлау дағдысы жетіледі, адамның өзіне деген сенімділігі артады. Бұл әдісті кез келген сабақта, сыныптан тыс шаралар барысында, жұмыстағы әріптестер арасында қолдануға болады. Ал егер түстерді үйрену, ән, атамекен, жайлау, табиғат, тағы басқа да түстер мен әнге, музыкаға, табиғатқа байланысты сабақтарда да қолдануға болады. Қазір өздеріңіз осы тапсырманы деңгейлі бағдарлама бойынша біліктілікті арттыру курсында оқып жүрген мұғалімдердің қалай орындағанын видео арқылы көресіздер. Жасыл түске қатысты атамекен әні, сары түске қатысты саржайлау әні, ақ түске қатысты ақ бантик әні орындалады. Жазира, жасыл кілем өрнектеген туған жерге дариға, жер жетпеген саржайлауым, салған самал баулайларын, салған самал баулайларын, сағындырған мен туған жер, сағындырған саржайлауым. Жасыл жайлау, көк кілем, көк кілемде, көп ойнаймын, көк кілем, маңдайымнан сипап өткен самалы, қазағымның мазаланы деп білем, қайда жүрсем атамекен, көкейімде жатады екен, күннің көзі ұясына қимай оны батады екен. Бағлауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің ол күнде, шашыңда ақ бантик жоқ бүгін. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманымсың қандай жаным, шынарым ай сен, мөлдірсің еркем, тау бұлағында. Сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай. Енді ары қарай қолдану өз қолдарыңызда. Түрлендіріп, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру үшін немесе сергітіп алу үшін қолдануға болады. Көп уақыт кетпейді, ары кетсе 5 минут, көбіне одан да аз. Егер қолданып жүрсеңіздер, тәжірибелеріңізбен бөлісіп, комментарийге жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар. Материалды дайындаған Ляззат Дүйсенбекова. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Амандықта жолығайық.